Алматыдағы базардың бірінен тағы да шу шықты. Бірнеше жылдан бері саудасын жүргізіп отырған жандар дүңгіршектерді бұзуға келген трактордың алдына тұрып қарсылық көрсетті. Саудагерлер аядай жердің иесі табылып тас талқанын шығарғанына наразы. Тараптарды тыңдаған тілшіміз толығырақ тарқатады. Бұл Асыл Арман тұрғын үй кешенінің алдындағы базар. Кәсіп айналдырып, нәсібесін осы жерден тауып жүрген саудагерлер таңертеңнен бері үрей құшағында. Себебі Трисемерки базарының ортасында жерім бар деген иесі сот орындаушылармен келіп бұзуға әрекет жасаған. Өшеде 4 метр соның жері бар деп білетіміз. Соны енді жарайды, соның жері бар. Сол азанмен келіп осы жері. Оны өлшеп берсек, бұлара касава өтіп екен де. Бізге келіп, ертең сіздерге осындай 3 күн, 2 күн уақыт, мына жердің бәрін тазалаңыздар, үйтеміз десе, біз онда отырар едік қамтамыз. Базарға кірген трактор қақпадан бастап барлығын қиратып тастаған. Тіпті газ бен жарықты да сөндіріп тастапты. Осының кесірінен салқын жерде күнелтудеміз дейді саудагерлер. Қыстың уақытында вообще шығарып тастап, еще отопление светсіз, қанша продуктымыз қалды, қанша бәрі бұзылып жатыр. Біз де адамбыз ғой, адам баласымыз, тем более жаңа Қазақстан дейді. Саудагерлер базар басшыларының арасындағы мәселе бірнеше жылдан бері жалғасып келе жатқанын жеткізді. Мәмілеге келе албаған қос тараптың ісіне бүгін әкімдік өкілдері де барып бейбіт шешуге тырысыпты. Жалпы ол жерде халықтар бүгін заңсыз салынған құрылысты бұзу бойынша халық наразы болғандықтан жеке сот орындаушы құрылыс жұмыстарды бұзуды жаңағы базардың хозяин Жаныспаевқа 10 күн уақытында срок берді. Заң талаптарын сақтаймыз деген саудагерлер күнкөрістерін осы базармен байланыстырады. Сондықтан көктемге дейін уақыт беруін сұрап отыр. Ал олардың талабы орындала ма жоқ па әзір белгісіз. Бауыржан Жақсымбет, Медет Исапанов, Айбат жаңалықтар қызметі. Жаңалықтарымызды Айбат YouTube каналымыздан көре аласыздар, сондай-ақ Facebook, Instagram және Telegram парақшаларымыздан оқи аласыздар. Еліміздегі ең маңызды ақпараттарды жіберіп алмас үшін бізге тіркеліп, пікір қалдырып және достарыңызбен бөлісіңіздер.